Привет, друзья! Мы с вами дошли до 4-го урока. Если вы готовы, камера, мотор, поехали! Я совершенно точно знаю, что вы устали от теории, поэтому переходим к практике с нашими ангелочками Надира, Аяла, Альмина, Еркиназ. Почему важно задавать детям вопросы? Сейчас в последнее время в нашем обществе очень стало мало разговоров, мало обсуждений, мало диалогов, особенно с детьми. Дети сейчас затрудняются рассказывать о своих мыслях, делиться переживаниями, на каком бы языке это ни было. По этой причине старайтесь в любом удобном случае задавать вопросы, спрашивать об их мнениях. И если это будет происходить на казахском языке, то вы совместите приятное с полезным. Кстати, если ребенок русскоязычный, начинайте задавать вопросы на казахском, не требуя сразу ответа на этом языке. И если ваш ребенок с рождения находится в Казахстане, живет здесь с детства, то ему несложно будет понять вопрос. А понимание вопроса – это половина успеха. А самое главное, задавайте интересные и правильные вопросы. Далее мы поделимся разными лайфхаками, где вы можете себе отметить интересные, полезные вопросы. Сәлем, атың кім? Нади. Сенің әкеңнің аты кім? Азамат. Анаңның аты кім? Әлгүл. Атаңның аты кім? Сенбай. Әжеңнің аты кім? Бүгіл. Апатайыңның аты кім? Назерке. Нади, сен маған жеті атаңды айтып берші. Азамат. Жеті ата Азамат, Сенбай, Дүйсенбай табылды, Қамаған табылды, Нұрғабыл, Қамағанбек, Тоңғатар. Жарайсың. Надира, сен неше жастасың? Бестемін. Сен қай қалада тұрасың? Астанада. Иә, Астанада тұрамыз. Надира, сен қалай ойлайсың? Ақша керек нәрсе ма бізге? Иә. Сенің атың кім? Аяла. Сен неше жастасың? 4 жастам. Апаң аты кім сенің? Нади. Анашымның аты кім? Агы. Кімнің қызсың? Ата. Ата. Әженің аты кім? Бебегіл. Сен балабақшада не істейсің? Ойнаймын. Ойнаймыз. Сен көп жылайсың ба? Жылмаймын. Жыламайды. Атың кім? Еркиназ. Еркиназ. Менің атым Қаламқас. Апай. Танысқаныма қуаныштымын. Еркиназ, сенің анашыңның аты кім? Дина. Әкешіңнің аты кім? Мектеп. Мектеп. Сен неше жастасың, Еркиназ? 6 жастам. 6. Сосын қашан туған күні? Күзде. Қай айда? Қыркүйектен 3-ші. Сен Еркиназ туған күнге қандай сыйлық алғың келеді? Ойландың ба? Қандай сыйлық алам, қандай сыйлық сұраймын? Қандай? Білмейсің ба? Әлі ойланған жоқсың ба? Еркиназ, сенің сіңлің бар ма? Бар. Иә, кім ол? Амина. Амина. Еркиназ, сен қалай ойлайсың? Үлкендер айтқаны дұрыс бола ма? Әрқашан? Иә. Әрқашан дұрыс айта ма олар? Иә. Бәр кезде. Иә. Еркиназ, сен қазір кішкентайсың ғой, ертең өсесің де, үлкен қыз боласың. Сен қалай ойлайсың, кішкентай бала болған қиын ба? Қиын. Да? Неге? Мектепке барасың, университетке барасың, садикқа барасың. Еркиназ, саған ит ұнай ма, мысық ұнай ма? Ит жақсы көресің? Мысық. Мысық. Надира, саған ит ұнай ма, мысық ұнай ма? Ит ұнайды. Қалай ойлайсың, үйде ақшаны кім ұстау керек? Әкешім. Дұрыс айтасың. Сен үйде кімнің айтқанын тыңдайсың? Мамадың.
Маманың айтқанын әкешім тыңдай ма? Тыңдайды ол. Аю ма, қасқыр ма? Қасқыр. Мектеп па, балабақша ма? Мектеп. Альмина, қалайсың? Жақсы. Көңіл күйің қалай? Күшті. Да, жарайсың. Альмина, саған қазір сұрақтар қояйыншы. Сен қалай ойлайсың? Кішкентай болған оңай ма, үлкен болған оңай ма? Кішкентай. Да? Неге? Себебі үлкен адам бізді жұмсамайды. Ал Альмина, сен өтірік айтып көрдің ба? Жоқ. Тіпті өтірік айтып көрген жоқсың ба? Ойланып қарашы. Жарай. Сен өміріңде қандай маңызды нәрселер бар сен өмір сүретін? Өнерім, мектебім, білімім. Сосын анашың да? Жарай. Қалай ойлайсың? Өнер бізге не үшін керек? Өнер біздің дауысымыз сұлу болу үшін. Ал Альмина, сен достарың көп па? Иә. Достарыңды сипаттап берші маған бір досыңды. Каусар. Ол қандай қыз? Ол есігін тықылдатады да, менің әже ойнайық деп айтады. Сондай күшті қыз екен да? Каусар саған есігін тықылдатады. Альмина, сенде ақша бар ма? Бар. Да? Қанша? Миллион. Миллион? Мәссаған, қайда ол? Мен оны жинаватым. Мәссаған, миллион ақша көп емес па? Саған көп емес па? Сен кішкентайсың ғой? Көп, жарайды. Соны жинап болғаннан кейін не істейсің миллион ақшаны? Миллион ақшамен үй алам. Жарайсың, үй аласың. Сосын? Көлік. Миллион ақшаға түсе ма барлығы? Сенің миллионың қандай күшті миллион, созыла беретін. Қалай ойлайсың, жалпы адамдар ақшасыз өмір сүре ала ма? Жоқ. Неге? Себебі олар тамақтанып ала алмайды. Сен жиі ашуланасың ба, Альмина? Сен қандай мінезің? Көп ашуланасың ба? Ашуланбайсың. Мүлдем ашуланбайсың ба?